О, мінекей. Үй. Ой, үй көріп тұрмын. Ё-моё. Блин, мына жер орман. Ойбай, қасқыр. Қаш. Мына үйде кім тұрады екен? Кеш батып кетті ғой. Тук. Ей, кім бар? Кім ол мынау? Кімсің сен? Қақ. Сіздің түр... What? Сен кімсің неме? Мен иттер көкеатыр, иттер деппін ғой, қасқырлар. Не, мен құлағыма лап салайын дедің ба не? Мен қорқып тұрмын. Бұл жақта ешқандай қасқыр жоқ. Бұлар құры бар, мен ауылымнан не істеп жүрсің сен? Көмектесіңізші маған. Мен күйеуім екеуміз, жігітіміз екеуміз демалуға шыққанбыз ғой тауға. Сосын жігітім жоқ болып кетті. Оның қасында киімдер жатыр екен. Менде киім болмаған. Соны киім киіп мінекей осылай болып келе салдым сізге. Жататын жер бар ма уақытша? Біраз күнге ғана, бірнеше күнге. Жігітің аты кім? Маңызды ма ол? Айту керек па? Айт деймін мен саған, жігітің аты кім деймін? Сен осы жақын маңда бір баланы таппай жүрмін, сорлы сүмелек. Аты кім қыз жігітің? Жігітің аты Шошқа Саңнай. Шошқа Саңнай? Иә. Шошқа Саңнай, так. Жоқ. Жарайды, жүр. Қабан Саңнай, қабан. Шошқа емес. Қабан Саңнай. Иә, немес. Анау ма? Иә, сол. Анау ма? Анау? Иә, сол. Анау жаңа. Көті де, анау май басып кеткен ға. Сіздің атыңыз кім? Кім деп айтуға болады сізді? Ай, жарайсың бауырым. Бауырым дегенде қыз екенсің, мені кішкене күлдірттің. Сол үшін жүр саған. Өзімнің гостиницамды көрсетейін, осы жақта жатайын саған. Гостиница ма бұл? Иә, гостиница, что там жатқың келе ме осында керемет гостиницада? Иә, жататын жер болса тасқа жатып едім, белім ауырқап. Сіздің атыңыз кім? Менің атым Бен. Сіз таныдым мен. Бен. Қақын танисың? Yes, no дейін ба? Иә, сол. Хитсіз ғой сіз, хитс. Мен қайда жатамын мен? Әрине. Тамаққа тойып едім, ренжіме, қызым. Жүр кеттік, мына жат. Мына уютно да? Керемет па, осындай үйің бар, сары потологың бар, әп-әдемі ағаштан жасалған. Иә, ұнай ма саған? Мына жағы көл екен, әдемі, андай Мальдив аралдары секілді да? Гавай аралдары секілді екен. Қойып едім, ренжіме қызым, ә? Гальдивы дегенде Мальдивы дедің ба, Гальдивы дедің ба, не дедің өзің? Иә. Бүйтесің арсы, бүйт азында тұрасың ғышы, ұйқылы оя болып тұрған кез аласың ағашасында. Деп үйсіп секіре саласың. Үшті көрдің ба, керемет. Иттері мықты жүзеді. Барып айнап келсеңізші сен. Қолыңды берсе. Жоқ. Сүмелек. Кешірім сұрайын мен, мен ұйықтайын, демалайын, рахмет. Сіз жақсы көрейін. Ақша, мұнау. Демалалам мен. Таң атты. Кешегі Бен ағамыз айтқандай. Таңғы су салқын екен. Қат қалдым мен. Ё-май. Қазір Бенге барайын мен. Бен! Бен! Кім ол қайттан келіп тұрғанда? Мен ғой. Мен атым Катя. Не керек саған? Мен ғой Катя. Азан мен Катя дейсің ба? Қатия дейсің ба? Кім ба атың? Катя атым мен Катя болады. Екатерина ғой атым. Қатия деген сен ба? Болды, бұл қатын дей беремін ғой, үшін сені бір сөзбен, болды ғой айтсаң болды. Қатия. Обижаешь. Осы енді біздің үй осы, ауыл осы. Жүр, мен саған малдармен таныстырып кетейін да, жүр. Малдардың аттарын білесің ба сен кім екенін? Мен қорқамын мен, тауықтан қорқамын мен. Тауық қорқпасың сен тауықтан, сен наоборот менен қорқсың. Жоқ, тауық қорқынышты. Жаным,
Қара мына тауықтың атын кім екенін білесің ба? Мына тауықтың аты Курица. Шошқа бек бұның аты. Ал мынаның аты Ботқа көл. Мынаның аты Ботқа көл. Ал мынау тауықтың аты. Тауық көлді. Бәрекелді, қақын тау болдың е. Солай ма? Дұрыс сап. Иә, тауық көл. О, смотри, яйца. Я возьму себе. Қазір қорып жеймін. Берші маған, қорып жейін. Не дейсің? Яйцо? Не деп отырсың сен? Қытай тілінде сөйлеп отырсың ба? Не ойлап? Қазақша сөйлесек, қазақтың қызы емессің бе, сүмелек? Жоқ, мен орыстың қызымын. Мен атым Катя. Мен просто жігітім қазақ, и поэтому мен қазақша былай білемін ғой. В общем, андай городскаямын десе, в общем, бір сөзбен айтқанда. Да, вот. Менің әкемнің аты, мен әкемнің аты Александр Александрович Нуп. А мамамның аты то же самое. Мен сенің мамаң, папаңның аттары маған бар ғой, вообще қызық емес. Сен үшін сиыр саууды білесің ба? Мен сиырдан қорқам по идее. Қорқпа, бүйтесің қара. Тұрасың да, отырасың да шы, екі емшегенен фырт дейсің. Төрт емшегі болып, соны екі емшегенен ұстап тұрып. Ты сперва посмотри на мое лицо. Мен бір сиырды сауып атып, мінеки бетім осындай болып қалған. Бір тісімді құлатып тұрып. Сен сиыр емес, жылқы сенің аяғыңмен, жылқы өз аяғымен сен бетіңнен плотный тепкен сияқты ғой, сиыр емес. Ойнап айтам, қабан ғой, қабан. Қабан сағынай деген анау ма? Болды. Сол, андай сауып атқан ғой. Болды. Сауып атқан кезде бір тепті, бетім осындай болып қалды. Мына сен иттен қорқасың ба өзің? Қорқпайсың ба? Иттерді жақсы көремін мен. Чихуахуа дейтін итім бар менің. Менің итім бар мына Барсик деген. Қазір ол жоқ енді бүйтіп неге кетіп қалды. Сен роднойың ба? Роднойым ғой, енді жалғыз нем ғой. Жалғыз досым, мен өзімде ит болғаннан кейін, бен болғаннан кейін иттер жақсы көремін мен де. Сен де жақсы көрсең, онда екеуміз. Посмотри, что это такое? Несің? Что это такое? Что такое? Не ол, не сөз? Туалет қой, бұл біздің туалет. Отырасың да. Көш, жапшы есікті. Фу, ё-моё, извращенец. Сон көрсету керек. Бергелі. Неме? Мыналар кімдер? Нағара. Бергесі. Мынау біздің жылқы. Жылқы дегенде сенің емес, менің жылқым, түсіндің ба? Подари мне его. Подари деген не сөз ол? Подарка. Айдос на подарка ше? Сыйлық деген сөз ба? Иә, подарка. Сыйлық дегенде жаным. Фу, мен иттерді жек көремін сіз секілді. Нормально. Нормально. Міне мынау жылқы саған подарить етейінші, мына жылқын. Күшті. Атасының түс. Ойбай. Мынауың ауырады екен ғой. Ё-май. Тоқта. Ойбай. Тоқта, иша, келес. Жаным ашын. Жылқым, аман қалдың ба? Соны менің, үй жаным. Асау ғой ма? Келесің ба сен? Асау өлмегендей сен не? Кейін келес екенсің сен? Кешір. Үйретілген жылқы деп ойладың ба сен, Енді үйретілген жылқыдан бермейсің ба адамша? Сен ғой мініп алған. Мен саған мінбе дедім ғой. Мен әшейін мына жылқын саған подарить етемін дедім. Мен оны ертең өзім үйретейін деп жатыр едім, сен кейін келесің. Менен рұқсат сұрамай өзің мініп шығып кеткен емес, ауырады екенсің сен. Бән? Не? Сен үйіңе кірсем бола ма? Еш. Кеттік жаным. Тоқта. Ана жылқылар жүре берсін, жарайды. Кеттік. Өзім түнде орындарына апарып қойасам. Шөп жей берсін пока. Үйінде дым жоқ қой? Үйде дым жоқ дегенде ертең мебельдер заказ берген кеше. Соны ертең келеді. Барлығы хабарласқан маған азанда. Ертең келіп, в общем, ертең үйдің барлығы әп-әдемі сұп-сұлу болып тұратын болады. Мына маған киімдерімді үтіктеп беріп тұрасың, түсіндің ба? Осы жақта. Иә, түсіндім. Үтіктей аласың ба, әлде қолынан түк кимей ма, боқта кимей ма? Үтіктеу... Да, я могу. Справлюсь с этим. Давай. Неме?
кірме ол жаққа. жарайды. Если осы есікке бар ғой, жақындасаң бар ғой, қолыңды сындырамын мен сені, түсіндің ба? Қатия. Жарайды. Мынау сенің бөлмең де. Бұл сенің екінші үйің, түсіндің ба? Осы кухняда маған күніге тамақ істеп беріп тұрасың. Жоқ. Берге. Мынау сүмелек қой. Тоқта деймін. Жоқ. Қатия. Кірме бар. Кірме. Между прочим, тоқта, ұрма. Бұл менің гостиницам. Сен тегін тұрып жатсың, мен сен жаным ашығаннан кейін сені бесплатно тұрғызып жатырмын. Түсініп тұрсың ба сен соны? Сол үшін ақша төлемейсің сен біріншіден, газ, светқа төлемейсің. Сол үшін менің киімді үтіктеп бересің, тамақ істеп бересің, аяғымды күніге уқалап бересің, шекемнен күніге 5 рет сүйіп тұрасың, и сосын сен маған үйленесің. Жарайды. Ойнап тұрмай үйлену дегеннен шілеп кетті, сен жігітің бар емес па? Жарайды, тиіспей ақ қойыңшы, саған жігітің сен қатты жақсы көретін шығар. В общем, сол осы жақта ұйықта, демал. В общем, ертең мебельдер келеді, мебельдерді көтерісуге көмектесің маған, түсіндің ба? Жарайды. Денеңе қарасам, күшің көп сияқты сенің. Мен жұмыртқа саған. Давай. Саған керек шығар мүмкін, маған ертең азанға қуырып беруге саған керек шығар, маған емес. Атасын әлет, ауыраман ба? Бол. Мен демалайын. Тұрмасай болды ғой, немене білесің сен? Мен демалсам жақсы. Жарайды, демал. Бір күн демала тұр ел. Давай, в общем.